Бисмиллахи-рахмани-рахим. Жалпы адам баласы Алла тағаланың жаратқан жақсылығына тәуелді, жаманшылығына тәуелсіз. Өткен ата-бабаларымыздың бізге қалдырған өсиеті, ақыр заманда жоғарыдан келген Алла тағаланың жәрдемімен әмірінен тұратын ұлы жихад күресіне жұмылдыру. Ақыр заманда келген Алла сөздің ақиқатын бекіту, Алланың бірлігіне иман келтіру. Ата заңға лайық барлық қауым бейбіт келісімге келетін Алланың елшісі Мұхаммед қалайсалам иелігіндегі ақ тудың астына топтастыру, әлем жұртшылығын ізгілікке бастау, әлем тыныштығын сақтау, оларды мұратқа жетелеу. Мекке Медина қаласының кейінгі қазақ жеріндегі үшінші қасиетті Ақмола қаласын бекіту, оны халықаралық бас қала деп жариялау. Исламның амал ісінен тұратын қажылықты Мекке Медина қаласынан кейін қазақ жеріндегі Қожа Ахмет Яссауи кесенесі орналасқан Түркістан қаласынан аяқтау. Ата заңға лайық біріккен ұлттар ұйымын қайта құру, жер бетіндегі билікке әділеттілік орнату, билікті жерді халық иелігіне көшіру, жер асты үстінде қазына байлықты халық игілігіне жарату. Әр ұлттың ұлттық мүддесінен тұратын тіліне, діліне, әдет-ғұрпымен, салт-дәстүріне құрметпен қарау. Олардың достығын, ынтымағын нығайтып, халықты бірлікке шақыру. Жалпы халықтық билікті жүзеге асыру. Адам өмірден тұратын қоғамның танымы мен тәрбиесін, оның даму заңдылығын дұрыс жолға қою. Олардың ұлттық мүддесінен тұратын тіліне, діліне, әдет-ғұрпымен, салт-дәстүріне, иелігіндегі жерін ата заң аясында қорғау. Олардың дүние тіршілігіндегі өмірін жақсылықтан бастау, жақсылыққа ізгі тәрбиелеу. Алла тағаланың салған сара жолымен ата заңын қабылдап, халық мұратына жетелеу. Халықты мұратқа жетелеу. Кезінде Алла тағаламен еркін тілдесіп тұрған Мұса алейхиссалам Алла тағаладан осыншама шексіз жақсылықты біз үшін жараттың, біз бұл жақсылығымызды қалай қайтарамыз деп сұрапты. Сонда Алла тағала осыншама жақсылықты мен жаратты деп білсеңдер, менің сендерге ризалығым, сендердің маған ризалықтарың сол деген екен. Барлық білімнің танымнан тұратынын ескеретін болсақ, Алла тағаланың бізге ризалығы өзін тану, яғни Алланың бірлігіне иман келтіру. Ата заңға лайық әлем заңдылықтарын өз атымен игеріп, әлем тыныштығын сақтау, өз ризалығындағы ислам тәрбиесінде болу. Біздің Аллаға ризалығымыз өз рухынан ақыл нұрын жаратып, бізге адам бол деп өз рухын үрлеген Алла тағаланы ата заңға лайық мәңгілік жерден ұлықтап, өз ризалығындағы ислам тәрбиесінде адам болу. Күллі жаратылыстың жаратушы Алласыз ешқандай мән мағынасы жоқ. Күллі жаратылыстың мәні Алланың бірлігіне иман келтіру, жаратушыңды тану, табу. Алланың елшісі Мұхаммед алейхиссалам өз хадисінде менің тәрбиемді Алла тағаланың өзі тәрбиелеп сондай тамаша етті деген. Адам Алланың қалауы мен тәрбиесімен ғана адам. Онсыз адамның адам болуы мүмкін емес. Дүние тіршілігіндегі адамның өмірінің тәрбиесі ешқандай мән мағынасы жоқ. Дүние тіршілігіндегі адам өмірінің мәні Алла тағаланың өз ризалығындағы ислам тәрбиесінде адам болу. Дүние тіршілігіндегі адам өмірін қоқысқа айналдырмай, оны баққа айландыру, бейішке айналдыру. Бейіш дүние тіршілігіндегі адам өмірінің гүлденуі, заман ақыр дүние тіршілігіндегі адам өмірінің қоқысқа айналуы. Ақыр заман дүние тіршілігіндегі адамның өмірінің гүлденуі, бейішке айналуы. Бейіш дүние тіршілігіндегі барлық жақсылықтың халық игілігіне айналуы. Игілік әділдікке әкеледі, әділдік шындыққа айналады. Шындық дүние тіршілігіндегі адам өмірінен тұратын жалған билік пен жалған өмірдің шынайы билік пен шынайы өмірге айналуы. Алланың елшісі Мұхаммед алейхиссалам Алла тағаланың бізге ризалығын, біздің Аллаға ризалығымызды қол жеткен табыс деген.